programımızdan dini taqırıplarına aralgan bölümünü ötüyoruz. Bu jolu neke şana üylönü toylarına baylamışsa, Müslümanlık adet kuruplar tuğrala toxtalmaqmız. Mikrofon aldında Suat Şerifullah. İslam dini uy işi ömrünün tәтті тату болуын, оның бақытқа кенелуін аса маңызды іс деп санайды. Сондықтан отау тігіп, тұрмысқа шыққандардың көбеюіне ынталандырып отырады. İslam dini uy işi turmusының жақсы, жарасымды болуына қажетті негізгі қайдаларды да келтірген. Пайғамбарымыз бір хадисында Аллаға ең жақпайтын заңды да халал іс ажырасу деген. Жанабы Алла некенің оқытылуын бұйырған. İslam пайғамбары Hazreti Muhammed болса, некенің жеңілдетіле түсілуінің тестігіне көрсеткен. Дінге, Құранға және пайғамбардың сүннетіне сай келетін істердің атқарылғаны тиіс. Мәселен, құда болған қызға қалың мал алу İslam дінінде орны жоқ бір сәт. Ал оның үйленуді қиындастыратын да белгілі жай. Қалың малдың қалай тұрып жатқан келеңсіз құбылыстарға жетпейтіні де мәлім. İslam дініне көре қалың мал әйел балалардың ар-абыройын қорғаушылық болып та есептеледі. Құрметті тыңдаушылар, Азербайжан мен Армения арасындағы сондай-ақ Карабах тауындағы соғыстың қарсы салдарын Азербайжанның тылығымен болған бүгін отыр. Үйдені басындағы жаңалықтың және оның асыларын Азербайжан Ben yaşımda bilgende 8 ақ үйіміз бар еді. 5-6 сиыр сауып отқанда келіп, 5-6 түйемен 5-6 адам бір келіп артып сиырды айдап кетіп қалды. Бізді жұртқа тастап кетті. Бір әкемнің құрдасы бір дәу кепеге кіргізді. 400-ден астам түйесі 5-6 қойы бар екен. Соның бәрі кәмпес еткіп жіберіп, әкем Тәжікстанға қашып кетіп қалды. Содан 5-6-да қайтып оралды. Ашаршылыққа кездестік. 36 жылы қайтадан қалғозы шлем болдық деп шүй сұрап біреу келіп қайтадан қалғозы күшімдідік. Содан есімді білген екен, осы қойды бағып келемін осымыздан кемпіріміз екеуміз. Ал бұрынғы суаққа жемін ағат деген сықылды, бұрынғы әкемнің байлығы қазір менде де жаман емеспін, мал бітті. Бұрынғы мал бітпеген адамдардың балаларына да малда біткен жоқ. Белсенділердің бәрі өзінің баққан қойшылар, түйешілер, қойшылардың адамдары белсенді болған. Сол малдар өсін көшейін тұрғанда, үкіметтің малды, халықтың малда мал болып, есі өсінгі де мал тұқым болып қалыр еді. Малдың тұқымын сол кезде патшамыз Сталин құртып жіберді. Сөйтіп халықты ашаршылыққа ұшыратты. Біздің Совет үкіметінен Қытайға көшіп кеткен елдің бір кісісіне жолығып едім. Сол кездегі Қытайдың байларын малдарын ұйымдастырып, сол байдың өзін сол малға басшы қылып, мал ешқандай шығынсыз аманасын өсірді. Құрт болған. Әзір Қытайдың жағдайымен біздің жағдайымыз салыстырғанда, біздің уағындағы Сталин малдың барын басын құртып жіберіп, қазір малсыз бұрынғы халыққа жетемей себеп осылай. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі өзінің оқуын конституциясында 1992 жылғы 13 мамырда қазақ ұлтын кең жақсылап еткен 30-шы жылдардағы қолдан ұйымдастырылған ойран геноцидтің 60 жылдығын қазақтардың ұлттық трагедиясы ретінде ресми атап өтуді бекіткен еді. Сол атаулы күнге 2-7 уақыт қалды. Бірақ ақпарат құралдарының тыныс тіршілігіне қарағанда бұл күнгі жоқтаусыз кеткен 3 миллион жазықсыз жұртымыздың рухына ел болып бата бағыштайтын ол күнгі дайындық байқалмайды. Қойда әкеліп аяғын байлап кетесің. Сен байлама, мен байлаймын. Ана қойып берекеші, өрбой. Ерлан, бер, ары кет, қой кет. Ақырып текетті. Кесіп кетпесін, кесіп кетпесін. Кесіп кетпесін. Bizim жақсы, ha? Bunu göremedim.
Hamile kendine. O жақсы болды мынау. Бақытжанға ана қойлардың бәрін былай қайтарыңдаршы былай. Қайтаршы. Ой! Қайт. Ой, анасына қойды. Әкем өте шаруа болған кісі еді. Қозыларда буыңғырт көп кездеседі. Қойларда да кездеседі. Барлық мал кездеседі. Оның құлақтарынан тесіп, құлағын түбінен тотияйын қояды. Ұста құлағын. Мен майлықтың түбін кесіп, тотияйын тығамын. Бетін қамырлаймын. Одан кейін мына буыңғырт сомен жазылады. Ұстап тұрдың ба? Ұста. Ұстағаннан кейін мінекей, осылай кесіп барып, тотайын тығып. Жасап. Мен жасап. Көрдіңіз ба? Қамыр кез. Қамыр. Әдел қамыр. Бітті. Ал енді босат жүрді. Босат. Күрделі жұқпалы аурулары бар. Олардың күл аурулары топалаң кемектердің жаңадан ауырғанын бастап біреуін сойып, өкпесін езіп, соған шиппен өткізіп, құлағына бір кесіп алып жазғанын көріп. Осы ескенің барын әкемнің үйретуімен істейді. Челістау деген ауру болады. Челіндер ісіп келеді. Оның челінге келетін тамырын бір 400 грамдай қанасың, бұда жазылып келеді. Қой дегенде шырағым рахатынан азабы 10 есе деуге болады. Бұның бір айлығы болмаса, бұның бір қызықшылығы болмаса, бұның күндіз түні уайым қайғы осы қой жоғалып қалмаса болды, қой аман болса болды. Жүгіре береміз, саман өттік шырағым. Ден саулығым қаған жоғның енді өсіңді. Енді денсаулықты қалай күту керек? Мына кішкене анай хабар демалып, там салып алып, отыруымыз керек енді. Ешнәрсеге жарамай қалып. Қой деп жүгіре беріп, біз атағасым 40 жыл бақтық енді. 40 жыл баққанда не алдым мен? Не алдым? Айтшы, не алдым? Үстінде бір баспанам жоқ. Әйтеуір Сапқолдың алдына да шықтық, районның алдына да шықтық.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tu'ti' minhum atman aw kafura. Wazkur isma rabbika bukratan wa asila. Ben yaşımdan denge kumar edim. 30 yaşından başlap namaz okudum. Araktı, şılın, maslaydı, ешқандай kasıpқа нәрсе емес, ішкен емеспін. Ал енді өсігіндегі жастардың мейірімсіз болуы, ұрлыққа баруы, жұмыс істемеуінің бәрі біздің ұлы халықтың тамағын, арағын тартып алып, біз одан да асырып ішкен болмады. Сол себепті ұлы халықтың ауқатын өзіне қайтарсақ. Ал енді біздің дініміз ислам дінінің жолымен жүрсек, мейірім, шапақат, адамгершілік, туысқандық, мейірім осыны. Осыны біз ендігі жастарға келешекте осыны үйретсек. Бір парторг камысқа өт. Мен 10 жылда аяндырылғанда да, мен өткен күн жоқпын камысқа. Дінге құмар едім. Камысың керегі жоқ мен осы. Камыс болмасам да, осы қойды бағып, халық алдында алдын қатар төлді берем де берген уәдем бар. Осының үшін 40 жылдай қой бақтым. Сапозның аудан облысының алдында бірнеше рет шықтым. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله Ben tayamды kimге беремін? Жас балаларды үгіттеп мал бақ десем, 40 жыл қой баққанда не таптың дейді. Денсаулығынан айылдың. Кемпірің денсаулығы жоқ. Аратың қас көрген. Жастардың жағдайын өте жақсылап жасау керек. Оларға шам, панарсыз, себепсіз отқан нәрселер бар. Шамнан отырыз. Біз баққан оғамызда ауқаттың аздығынан күн көрісуін баққымыз. Қазір жастар оны іздемейді. Оларға монша керек. Атарына монша сап беру керек. Ақшасын көбейту керек. 24 сағат жұмыс істеген алатымыз бізде үшін. Күндізде түнім жоқ. Қыстың қарында, жаздың ыстығында нүғыл далада өмір етілмес. Көрген ратынан азап өте көп. Бұлардың жағдайын жасау керек. Өстіп қызықтырып жастар үйректесе, келешекте малды бағатын адам табылмайды. Қойшының 99% қазақ. Бұлайша айтайық, Өзбекстанның да бағып жүрген қазақ. Ал енді қой оңай болса, дүниесі көп болса, орыс неге бақпайды, өзбек неге. Қазақтың қамын ойлайтын болса, қойшылардың жағдайын жасау керек. Uzaq жылдар бойы советтік тыйым цензураға душар болған документтердің бірі болып саналатын. Ашаршылық жылдарын нақтылы шындық негізінде суреттеп берген Әлі қарттың әңгімесі атты поэмасын тағы бір рет назарларыңызға ұсынуды жөн санадық. Бұл поэма 1940 жылы Қазақстанда орта мектепке арналған оқулықтарға енгізілген, кейін біржолата оқылмайтын жайлы сөз етіліп, тыйым цензураға душарластырылған. Енді Әлі қарттың әңгімесі атты өлең толғаудың бірінші бөлімі. Үйде жүріп, қарыйда жүріп тудым осы балдарым барлығын. Сөйтіп жүріп, өзім кесіп алып, қоңсын болмай қалып, неше. Ол адам болмай қалса, шалым кесіп алып.
Sodan osu tirlik osunday. Soğanın 4 şetine, 6 şetine birevi turmuşqa şıqqasın şetine, o da osmadın jagdayından getdi o da. O da sıyır bağatını içirağım. Sodan endi odan da ayrılıp kaldık. 4 bala, 6 balam yerin aslında. Ayteu kalganına bereke versin deysin, bırak ayteu ata gasıp başta istep qaqasın, jüre versiz. 40 yıl boldu os koydum bakkanımızla. Endi mınav әлесік müdür alpısqa gegeyşe mınav sakmanşının avqasın oyundan kalgan жоқ әле. Ayteu жаңадан bir kelin aldık onu, bizi körüp oturup kalayşa bul kala dendi. Os koyda kala koy şırağım desek kalmaydı dendi. Bizim aldığımızga düşüptür bundan körüp oturup. Kaytıp kaladından körüp oturup. Senlerin aldarına düşüp jiremiz deydi. Ayqa barıp biz qatarıp baldar analada jür köşede televizyonun körüp sübeti var, kıynosunu görüp. Al bizim baldarımız gündüz tünü koyga jügüre biret körüp otqanda rakatı yok. Kim jiret burada? Alıp atkan bir jasında aylığı bulmasa. Endi Kuday balanın balasına uğartmasın bunu. Koydumda adam var şırağım, jalpalamadan bağa vermeydi bu koyda. Kıyın bunun tırları. Koymu dersin atı babalarımın özüm jalgasırıp edim. Endi mına yerlan balaman kelimler tayan taşıga ruhsat etiniz.